Сіздердің балалар қазақ тілі пән 69-шы сабақ. 15-ші жаттығу мәтінді оқы, орындалған арман. Сауытбайдың тойына көп адам жиналыпты. Біз үйге кірсек, бәрі бір ғана адамның аузына қарап отырған сияқты. Ол орысша киінген, орта бойлы, Ыбырай Алтынсарин екен. Біз кіргенде әңгіме балаларды орысша оқыту, мектеп салу туралы болып жатты. Ыбырайдың сөзінен кейін есік жақта отырған бір жұпыны киімді адам Сауытбайға қарап сөйледі. Бітер істің басына жақсы келер қасына дегендей, ауылыңа еліміздің бірегей ардагері Ыбырай келіпті. Бұл кісінің сөзін естідік. Көпшілікке өзі үшін емес, ел үшін қолға салып отыр деді. Тойға келген ел тегіс бас қосқан жиылыс болды. Ыбырай Алтынсарин өз сөзінде, біз ғана өнер білімнен құралақан қалып келеміз. Бұған өзіміз кінәлі. Өнер жастан шығады дейді үлкендер. Ендігі жерде сол жас өренді оқыту керек. Бұл үшін ең алдымен мектеп ашуға бүкіл ел болып атсалысуымыз керек деді. Спандияр Көбеевтен. Мәтін туралы мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып жауап беріңдер. Ыбырай өнер білім туралы не айтты? Ойыңмен бөліс, мәтіннен зат есімдерді тауып талдап жаз. Мәтіндегі нақыл сөздерді тауып, осы нақыл сөздерден қандай ой түйдің? Орындалған арман мәтіндегі зат есімдер Сауытбайдың сауыт түбірі, дың, жалғау, адам зат есім, үйге зат есім, түбірі үйге, жалғау. Ыбырай Алтынсарин зат есім, балаларды зат есім, түбірі балаларды, жалғау. Мектеп зат есім, Ыбырайдың түбірі Ыбырай, дың, жалғау. Сауытбайға түбірі Сауытбайға, жалғау. Ардагер түбірі ардагер, жалғау. Ел зат есім, той, тойға, түбірі тойға, жалғау. Мәтінде кездескен нақыл сөздер, бітер істің басына жақсы келер қасына, өнер жастан шығады. 16-шы жаттығу, жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап. Өнерлі балалар. Қанат, Марат екеуі қамшы өре алады. Қаңат, Талап екеуі тамаша ән салады. Самат, Сағат екеуі төгілтіп кешертеді. Бабақ, Барақ екеуі біледі көп ертегі. Ахат, Марат екеуі ат үйретіп жүреді. Жанат, Манат екеуі киім кешек тігеді. Балаларды өнерлі есептеп көрсең енді. Сұлтан Қалиев. Сенің қандай өнерің бар? Өз өнерің туралы досыңа хабарлама жаз. Өз достарыңның өнер туралы айтып бер. Өнерлі балалар. Өнер өнегелі, ақылды адамдарды тәрбиелейтін құрал. Мен би өнерімен айналысамын. Мектепте би үйірмесіне қатысам, би адамның мінез-құлқын, ішкі жан дүниесін, әрекетін көрсететін таза ырғақтың көрінісі. Би саз ырғағы мен түрлі қозғалыстар жасап орындалады. Денсаулыққа пайдалы би өнерінің бір түрі. Сіздерге де денсаулыққа пайдалы өнердің бір түрі, сіздерге де бимен шұғылдануға кеңес беремін. Берілген сөздерді оқы, оларға сұрақ қой. Күй, не күй? Әнші, кім әнші? Дос, кім дос? Өнерпаз, кім өнерпаз? Бала, кім бала? Кенші, кім кенші? Суретші, кім суретші? Биші, кім биші? Әже, кім әже? Көрші, кім көрші? Енді осы берілген зат есімдерді көпше түрге айналдырып жаз. Күйлер, әншілер, достар, өнерпаздар, балалар, кеншілер, суретшілер, бишілер, әжелер, көршілер, дәптерлер, қаламдар, мектептер, аналар. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарыңызды жібере алмас үшін алдымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.